Армысыз, қазақ елі. Қазақ халқының салт дәстүр арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз қазақ халқының қазақ ғұрыптарының бірі көрісу туралы айтатын боламыз. Арнамызға тіркеліп қолдай отырыңыздар, себебі әр қазағым білуі тиіс пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламыз. Көрісу, дәстүр. Ет жақын, туыс туғандары, ата-аналары, басқа да сыйлас іліктері қайтыс болған адамдарға артта қалған жақын жуықтары мен ағайындары келіп марқұмның жақсы істері мен арманын айтып жылайды. Көрісу деген осы. Олар мұндайда мені апа деп кім айтар, көз қырын салатын ет, келіп сәлем беретін ет деген сияқты арман сөздерін айтады. Көрісуші адамдар үй сыртынан жылап келеді. Мұны дауыс дейді. Алыс жақыннан жаназаға не көңіл айтуға келген топтың әйелдер қауымы қосылып сөз қоспай бір зарлы әуенмен келеді. Мұны қара дауыс дейді. Мұндай дауыс жоқтау кезінде дей қолданылады. Еліміздің оңтүстік жағында еркектер де дауыс алып кіреді, ал орталық жақтарда әйелдер ғана дауыс қылып келеді.